Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды тәуелсіздік күнімен құттықтады. Құрметті отандастар, 1991 жылғы 16 желтоқсан төл тарихымыздағы мерейлі белес. Бұл егемен ел болуды аңсаған ата-баба арманы ақиқатқа айналған ұлы күн. Тәуелсіздік күнінің айрықша мән-мағынасы бар. Азаттық үшін арпалысқан ұлт перзенттерін ел жадында мәңгі сақтау қасиетті парызымыз. Олардың отаншылдық қасиеті бүгінгі және болашақ ұрпаққа әрдайым үлгі-өнеге. Біз тамыры терең мемлекетіміздің маңызды белестерін ұлықтап, ұлтты ұйыстыратын ортақ құндылықтарды нығайта береміз, деді Тоқаев құттықтауында. Сол арқылы қастерлі тәуелсіздігіміздің тұғырын биіктете түсеміз. Тәуелсіздік баға жетпес байлық, бәріміз оны көздің қарашығындай сақтауымыз керек. Мемлекетіміздің егемендігін, еліміздің амандығы мен жеріміздің тұтастығын қорғау әр азаматтың қастерлі борышы. Биыл еліміз үшін бетбұрысты жыл болды. Бұрын-соңды болмаған сын қатерлермен бетпе-бет келдік. Елдігімізге іштен де сырттан да зор қауіп төнді. Дегенмен мызғымас бірлік пен ырыс ынтымақтың арқасында барлық қиындықты еңсеріп келеміз, деді президент. Біз ауқымды саяси және экономикалық реформаларды қолға алып, мемлекетімізді жаңғыртудың жаңа кезеңіне қадам бастық. Бұл бастамаларды табысты жүзеге асыру әрқайсымыздың қолымызда. Егемен елімізді одан әрі дамыту алдымызда тұрған басты міндет. Біз осы жолда аянбай еңбек етуіміз қажет. Сонда ғана Қазақстан қуатты мемлекетке айналады. Баршаңызды бүгінгі ұлық мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, бақ-береке тілеймін. Қазақстанымыз өркендей берсін, қасиетті тәуелсіздігіміз мәңгі болсын, делінген президент құттықтауында.